Ұлы Абайдың неменесі Айдос Ақылбаев Алматыдағы мейрамханалардың бірінде аула сыпырушы болып жұмыс істейді. Бұл туралы парламент мәжілісінің бұрынғы депутаты Жанарбек Әшімжан өзінің фейсбуктағы парақшасына жазды. Алматының Арбатындағы мәлім мейрамханалардың бірінде аула сыпырушы болып жұмыс істейді екен. Еңбек ақысы 150 мың теңге. Осыны естігенде жаным жүдеп, көңілім алай-дүлей болып кетті. Айдос ағамыздың жұмысы 16:00-де аяқталады екен. Білінер-білінбес себезгілеп жауып тұрған жаңбырда тоқтаған. Үйіңізге дейін шығарып салайын деп едік, қарсы болмады. Аз уақыт күттік, шағындау дорбасын көтеріп шықты. Тиісті мекен жайға алып келдік. 5 қабатты көне үйдің 5-ші қабатында бір бөлмелі үйде зайыбымен тұратынын айтты. Адамзаттың ойшыл атанған ұлы бабамыздың ұрпағы осындай әлеуметті тауқыметте жүргені ұлтымызға, елдігімізге сын емес пе деп жазды Әшімжан ағамыз.